Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымызда, балалар, сіздер сұраулы сөйлем туралы білетін боласыздар. Мәтінді оқи отырып, хабарлы сөйлем мен сұраулы сөйлемнің оқылу ырғағын салыстырып, сөйлем түрлерін ажырата білесіздер. Балалар, оқулығымыздың 92-ші бетін ашып, 39-шы жаттығудағы мәтінді түсініп оқимыз. Ақтелпек кемпірқосақтың суретін салғысы келді. Ол дереу ақ қағаз бен бояу қарындаштарын алып, сурет салуға кірісті. Кенет, осындай кемпірқосақ бола ма екен деген біреудің дауысы естілді. Ақтелпек бұрылып қарап еді, ешкім көзіне көрінбеді. Ал қабырғаға күн сәулесі түсіп тұр екен. Амансың ба, балақай? Бұл менмін, күн сәулесімін. Сенімен сөйлесіп тұрған. Сен кемпірқосақты дұрыс бояған жоқсың. Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің? Себебі кемпірқосақты жасайтын менмін. Сонда қалай? Сен ақсың, ол болса түрлі түсті ғой. Мен әншейін сырт көзге ғана ақ болып көрінемін. Ал шын мәнінде менің бойыма бірнеше түс тоғысқан. Қызыл, қызыл сары, жасыл, көк, көгілдір және күлгін. Балалар, енді осы мәтін бойынша мына тапсырмаларды орындап көрелік. Мәтіндегі сөйлемдердің тыныс белгісіне назар аударайықшы. Не байқадыңдар? Дұрыс айтасыздар. Сөйлем соңында нүкте және сұрау белгілері бар. Хабарлы сөйлем бір нәрсенің жайын хабарлау мақсатында айтылып, соңына нүкте қойылады екен. Сұраулы сөйлем жауап алу мақсатымен айтылып, соңында сұрақ белгісі қойылады екен. Балалар, мәтіндегі сұраулы сөйлемдерді тауып көрелікші. Дұрыс таптыңыздар, балалар. Осындай кемпірқосақ бола ма екен? Амансың ба, балақай? Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің? Сонда қалай? Балалар, мынандай қосымша тапсырма орындап көрелік. Берілген хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырып жаз. Айман кітапханаға барды. Ол ертегі кітап алды. Оны інісіне оқып берді. Сұраулы сөйлемдерге айналдырып көрелік. Өте керемет, дұрыс жауаптар айттыңыздар. Айман қайда барды? Ол қандай кітап алды? Оны кімге оқып берді? Сонымен, балалар, тапсырмаларды орындай келе, жауап алу мақсатымен айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем деп атаймыз. Сұраулы сөйлемнің соңына сұрау белгісі қойылады екен. Сабақты қорытындылау. Сұраулы сөйлем дегеніміз не? Сұраулы сөйлем соңына қандай тыныс белгісі қойылады? Үйге тапсырма. Оқулықтағы 41-ші жаттығу. Сурет бойынша сұраулы сөйлем құрастырып көр.